Сәлем достар, сіздерге 2022 жылдың хит фильмдерінің бірі болған Аватар 2 Путь воды фильмнің қысқаша мазмұндайтын боламын. Жайланып отырған болсаңыз, біз бастаймыз. Арнаға жазылуды ұмытып кетпе. Бірінші фильмдегі оқиғалардан кейін 10 жыл өтеді. Басты рөлде Джейк Салли Аматикая тайпасының көсемі болды. Ол әйелі Нитиримен бірге тұрады. Және олардың Нетия мен Лоаг атты ұлдары және Туктури мен Кири атты қыздары болатын. Бірақ та Кири өгей қызы болатын. Оның шынайы анасы Аватар Грейс Агустин, ал оның әкесі әлі күнге дейін белгісіз. Сондай-ақ зұлым рөлде ойнайтын полковник Майлз Ковричтің ұлы Өрмекші есімді бала Джейк Саллидің отбасымен бірге өмір сүреді. Алайда ол аватар емес, қарапайым адам. Кішкентайларынан аватарларымен араласып кеткен. Аватарлар адамдардың барлығын жерге қайтарады, бірақ кейбіреулерін өздерімен бірге қалдырады. Олардың ішінде ғалымдар және аватарлардың жақын достары және кішкентай өрмекші бала болатын. Өрмекші Пандора планетасында дүниеге келді, бірақ та жасына байланысты өзінің әкесіне, яғни жерге бара алмайды. Жердегі RDA компаниясы Пандора ғаламшарын жаулап алу операциясын бастап кетті. Осы орайда адамдар технологияны дамытып, көптеген роботтар ойлап шығарады. Жаңадан келгендердің арасында полковник Ковричтің аватары бар. Ол Нави ретінде қолданған. Адамдар рекомбинаттар технологиясын жақсы игерген. Ол дегеніміз адамның жады мен естеліктерін сақтау. Сол себепті полковниктің жады мен естеліктерін Джейк Саллиден кек алу естеліктері Ковричтің аватарына жүктеледі. Әскерлердің қолбасшысы генерал Армдор полковник пен оның теңіз жаяу әскерлер тобына көтерілісшілерді тоқтату міндетін қояды. Яғни Джейк Саллиді тоқтату керек. Орманда Джейк Саллидің балалары ойнап жүреді. Осы кезде Коврич пен оның командасы орманға қонады. Сол кезде балалары бөгде аватарларды көріп, ата-анасына хабарлайды. Сонда Джек балаларына орманнан тезірек кетіңдер деп бұйырады. Алайда Коврич балаларды байқап қойып, оларды ұстап алады. Осы кезде полковник тұтқындардың Джек Саллидің балалары екенін саусақтарына қарап біліп қояды. Себебі олардың саусақтары 5, ал нағыз аватарларда 4 саусақ қана болады. Онымен қоса өрмекшінің өзінің туған баласы екенін білді. Дәл осы кезде Джейк пен Нитири полковниктің тобында қарсы шығады және біраз алысады. Ақырында өзінің отбасын босатады. Бірақ та Коврич өрмекшіні өзімен бірге жер базасына алып кетті. Коврич жолын өзі жағына тарту үшін онымен жақын танысуды шешті. Ал өрмекші өз кезегінде полковникке Нави мәдениетін үйретеді. Джейк ерте ме кеш пе өрмекші өздеріне полковникті ертіп келу мүмкіндігін түсінеді. Сол себепті Джейк отбасын аман сақтап қалу үшін өте қиын шешім қабылдайды. Олар мыңдаған аралдардан өтіп, Пандора мұхитының шығысына қарай бет алады. Бұл жерде теңіз аватарларды, меткайндер өмір сүреді. Бұл тайпа терісі түстері де бөлек, онымен қоса құйрықтары, қолдары жуан келеді. Яғни, түсінген болсаңыздар, осыған дейін біз көрген аватарлар орман аватарлары, ал бұлар теңіз аватарлары. Су аватарларының тайпасы оларға баспанай берді. Дегенмен кейбір су аватарлары Джейктің отбасына жартылай қанды деп жек көрді. Жартылай қанды дегеніміз жартылай аватар, жартылай адам дегенді білдіреді. Отбасы су тұрғындарының әдет-ғұрпын зерттейді. Олар қолға үйретілген теңіз жыртқыштарымен және атпен жүзуді үйренеді. Және су астында тыныс алу техникасында үйренеді. Көрікпелді қасиеті бар қыз Кири теңізбен және оның тұрғындарымен байланыс орнатады. Ал Лоаг болса, тайпа көсемінің қызы Кириямен достасып кетті. Бір күні тайпа басшысының баласы достарымен бірге Кириді мазақтай бастайды. Сонда қарындасын қорғап Нития мен Лоаг келеді және жігіттерге енді қайтып қарындасыма тиісуші болма деп ескертті. Бір қарағанда барлығы тынышталған сияқты еді, бірақ Лоаг шамалы тентектеу және сөз көтере алмай, Аонокпен және оның достарымен төбелесіп кетті. Әрине, бұл төбелеске үлкен ұлы Нития да араласып кетеді. Бұны естіген Джейк балаларына ұрысып, Аонокпен тезірек татулас деп бұйырады. Лоаг әкесінің талабы бойынша кешірім сұрауға келді.
Осылайша Аонак пен оның достарымен татуласады. Жігіттер оны қауіпті аң аулауға шақырады. Бұл саяхат Лоакқа қатты ұнайды, бірақ кейіннен Аонак өзінің достарымен Лоакты алдап, үлкен мұхиттың ортасына тастап кетеді. Сонда су асты құбыжығы балаға шабуыл жасайды. Бала қолынан келгенше қашуға тырысады. Алайда тығырыққа тірелген кезде үлкен кит оны құтқарып қалды. Лоак китті Паякан деп атайды және оның жарасын емдейді. Осылайша екеуі достасып кетті. Лоак қайтып келгенде тайпа басшысы өзінің баласын жазалайын деп жатыр. Ондағы себеп баласының Лоакты мұхит ортасына жалғыз тастап кеткені. Алайда Лоак Аонакты қорғап, кінәні өзінің мойнына алады. Осылайша Аонактың сеніміне кіреді. Осыдан кейін жігіт китпен достасқаны туралы айтады. Алайда достары Паяканның өздерінің арасында қуғынға ұшыраған кит екенін айтады. Өйткені ол өзінің тайпаластарын өлтіруге себепші болған. Осыдан кейін Лоак Паяканмен ойша байланысты және кит өз түрінің әдет-ғұрыптарына қарсы шығып, анасын өлтірген кит аулаушыларға шабуыл жасағандықтан қудаланғанын біледі. Киттің өз әдет-ғұрыптарына қарсы шыққаны дегеніміз, жалпы киттер адамдарға және аватарларға мүлдем шабуыл жасамайды. Ал Паякан болса, анасын өлтіргені үшін шабуыл жасаған. Балалар су аватарларының жан ағашына саяхат жасайды. Осы кезде Кири ойша анасымен байланысады. Байланыс кезінде анасынан менің әкем кім деп сұрағаны сол-ақ еді, қыз қатты ұстамаға ұшырап, есінен танып қалады. Осыдан кейін тайпа көсемнің әйелі Ролан қызды емдеп жазады. Осы уақытта Кворич өзінің адамдарымен бірге аватар құстарын басқаруды үйренеді. Сонымен қатар полковник арал тұрғындарын азаптау арқылы Джейктің орналасқан жерін сұрайды. Бірақ та арал тұрғындары Джейктің қайда орналасқанын айтпайды. Сонда полковник олардың барлығын өлтіруді бұйырады. Сонда өрмекшінің жаны ашып, арал тұрғындарына тиіспе деп айқайлай бастайды. Кворич болса баласының көңілі үшін арал тұрғындарына тиіспей, ондағы үйлердің барлығын өртеп жібереді. Полковник өрмекшіні өзімен бірге алып, кит аулайтындардың кемесін басқарады. Жердің тұрғындары қартайғыға қарсы баға жетпес дәрі жасау үшін киттердің миындағы сығындысын жинайды. Сонымен қатар аналық китті тауып, оның баласының көзінше өлтіріп тастайды. Осылай жасау арқылы кит аулаушылар су аватарларының ашуын туғызып, онымен қоса Джейкті азғырмақ болады. Өліп қалған аналық кит тайпа көсемі Роланның рухпен байланысқан әпкесі еді. Енді су аватарлары өздерінің кит бауырларын өлтіргені үшін кек алып соғыс ашпақшы. Алайда Джейк оларға дәл осылай барып соғысатын болсақ, жеңіліп қаламыз. Одан да артын күтейік деп тыныштандырады. Осыдан кейін Лоак Паяканға қауіп төнді деп теңізге аттанады. Оның артынан бауырлары және Сирия мен Аонак келеді. Олар Паяканды кит аулаушылар қуып бара жатқанын көреді. Осылайша балалар китке көмектеседі және әкесіне өздерінің қандай жағдайда екенін баяндайды. Балаларға қауіп төнгенін білген соң, Джейк пен Нитея және тайпа басшысы барлығын ертіп шабуылға шығады. Координатаны анықтайтын құрылғыны киттен суырып алған соң, үлкен ұлы Нитея жауды адастыру үшін құрылғыны өзімен бірге алып кетеді. Ал қалғандары басқа бағытқа жүзе береді. Алайда нәтижесінде полковник аудың көмегімен Лоакты, Сирия және Тури үшеуін ұстап алады. Сонда өрмекші бауырларына көмектескісі келеді, бірақ та оның қолынан ештеңе келмейді. Дәл осы кезде Джейк су аватарларымен бірге келеді. Алайда полковник рация арқылы Джейкке шығып, балаларыңды аман-есен көргің келсе, жалғыз кел деп бопсалайды. Ешқандай амал болмаған Джейк балалары үшін жалғыз өзі баруға мәжбүр болады. Бірақ күтпеген жерден кемеге Паякан шабуылдайды және команданың көбін өлтіреді және кемеге қатты зақым келтіреді. Осы сәтті пайдаланып, аватарлар соғысқа кіріседі. Адамдар мен аватарлар арасында үлкен соғыс орын алады. Өрмекші достарына көмектесу үшін кеме ішіндегілермен төбелесіп қашып шығады. Нитея қолға түскен балалардың барлығын босатады. Осыдан кейін үш қыз қашып бара жатқанда, жауыздар Кириді қолға түсіреді. Ал Кириді құтқаруға бара жатқан кезде кенже қызы Тугты ұстап алады.
Нития мен Луак өрмекші құтқарып алады. Осылайша үшеуі қаша береді. Сонда полковник шабуыл жасап оқ атады. Соның кесірінен Нитиям жарақаттанады. Жігітті жағаға шығарады. Өкінішке орай, Нитиям өзінің отбасының көз алдында қайтыс болады. Дәл осы кезде полковник рация арқылы Джейкке: "Сенің қыздарың менде, оларды аман көргің келсе, жалғыз кел" дейді. Осыдан кейін Джейк, әйелі Нитери екеуі полковниктің көзін жоюға кетеді. Алдымен кемеге жасырын мінеді. Кейін жарылғыш зат тастап көптеген адамдардың көзін жойды. Содан ортаға түсіп тағы да бірнеше адамды өлтіреді. Осы кезде Нитери де келіп жау аватарларының көзін жояды. Енді айналада басқа ешкім жоқ. Полковник Кириді кепілге алып, Джейкті өлтірмекші. Осыдан кейін өрмекші келіп әкесіне Кириға тиіспе дейді. Дәл осы сәтті пайдаланып, Нитери өрмекшіні кепілге ретінде алады. Кириді жібер дейді. Ал полковник болса: "Өлтірсең өлтіре бер, ол менің балам емес. Тіпті ол адам, ал мен аватармын" дейді. Сонда Нитери: "Менің баламды өлтіргенің үшін мен де сенің балаңды өлтіремін" деп оқтала бергенде, полковник тоқта деп Кириді босатады. Нитери балаларымен бірге жағаға кетеді. Ал Джейк болса полковникпен ақтық төбелеске аттанады. Бірақ теңіз үстінде пайда болған өрттің кесірінен Нитери балаларымен бірге қайтадан кемеге келгенде, ойламаған жерден Дуг төменге түсіп кетеді. Ал оны құтқарамын деп Нитери құлайды. Енді кеме суға батып бара жатыр. Ал батып бара жатқан кеменің ішінде Джейк пен полковник және Нитери мен Кири де бар. Су астындағы төбелеске Джейк полковниктің есін жоғалтқанша қылқындырады. Джейкті Луак пен Паякан құтқарады. Ал Кири теңіз жануарларын шақырып, соның арқасында Нитери мен Дугты құтқарады. Ал өрмекші болса батып бара жатқан өзінің әкесін көреді. Алғашында оны тастап кеткісі келді, бірақ ойланып, әкесін өзімен бірге алып шығады. Полковник есін жиғаннан кейін өрмекшіге: "Менімен бірге жүрші" дейді. Бірақ өрмекші қарсы. Әкесін жек көреді. Сол үшін де қайтадан Джейктің отбасына оралады. Ал Джейк болса өрмекшіні өз баласындай бауырына басады. Үлкен ұлы Нитиямды жерлегеннен кейін Джейк су аватары Танавирге: "Мен бұл жерден кетейін" деп ұсыныс айтады. Алайда Танавари: "Сен де тайпаның мүшесісің" деп оны отбасымен қалуға шақырады. Джейк және оның отбасы ұсынысты қабылдап, теңіздің жағасынан жаңа қоныс жасайды. Ал фильмнің соңында Джейк жерден келген басқыншылармен күресті жалғастыруға ант береді. Достар, фильм ұнаған болса, лайк басып арнаға тіркеліп кетіңіздер. Және де каналға өтіп басқа да видеомды қарап шығыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.